Осы дизайн бойынша қол аяқ сыныптары кезіндегі транспорттық иммобилизация жасау үшін тәжірибелік дағдыны қалыптастыру. Бірінші біздің қарайтын мәселеміз бұл білек сүйектерінің сынықтары. Білек сүйектерінің сынықтары кезіндегі қадамдар қандай болу керек? Біріншісі, студент кіргеннен кейін науқасқа өз-өзі таныстырып сенімге кіру керек. Ол үшін науқастан қандай да бір манипуляция жасау үшін келісім алу қажет. Студент өз-өзі таныстырып аты жөнін айтқаннан кейін, дәрігер екенін айтқаннан кейін, келесі жолы мұғалім оған қай аймақтағы сынықтар екенін көрсетеді. Бұл жерде біз білек сүйектерінің сынықтары мұғалім айтты, енді студент білек сүйектерінің сынықтарын айқындайды. Ол үшін жаңағы пальпациялау, қандай да белгілер, клиникалық белгілер білек сүйегінің сынықтарына байланысты фантомда студент көрсетіп шығады. Келесі қадам, сол білек сүйегінің сынықтарына байланысты транспорттық иммобилизация жасау үшін Крамер шинасының ыңғайлы пішінді ұзындықтағы қалыбын таңдап алу. Бұл жерде біз бірнеше Крамер шинасын көріп тұрмыз. Мына шиналар ұзындығы болады. Келесі шина бұл қысқа осы шина сәйкестеу келеді. Енді осы шинаны модельдеу үшін қандай қадамдар жасау керек? Немесе ол өзіне модельдеу керек, немесе жаңағы науқастың сау қолына қарап модельдеу керек. Бірінші біз ұзындығын өлшеп аламыз. Қай аймаққа дейін? Бұл жаңағы тоқпаншылықтың жоғарғы үштен бір бөлігіне дейін болу керек. Өлшеп алғаннан кейін біз модельдейтін жерімізді келтірдік. Сол жерден бөктік. 90 градусқа, 90 градус нәтижесінде. Келесі қадам бұл жаңағы модельденген шинаны қалыптастырып қою. Ыңғайлы дәрежеде қою болады. Келесі біз бұл шинаны бекітуіміз қажет. Ол үшін материалдық дәке керек. Бекіткен кезде біз қай жерден бастаймыз? Бірінші біздің бекітуіміз перифериялық буын аймағын бекіту, одан кейін барып проксимальды буын аймағын бекіту. Бірінші перифериялық буынды бекіттік. Одан кейін тағы да периферияға қарай жүріп алақанды бекітіп кеттік. Алақанды бекіттік, бірақ саусақтарын қалдырдық. Бұл саусақтарын қалдырған себебіміз біз кейінгі кездегі қатты кейбір қысылып қалуларды клиникалық бақылау үшін. Келесі мәселе бұл сынған аймақты қалдырып кетеміз де, сынған аймақты бекітпей қалдырып, біз проксимальды буынды бекітеміз. Проксимальды буынды бекіттік. Соңғы білек сүйегінің жоғарғы үштен бір бөлігіне дейін. Осы жерде біз бұны байлап бекітіп қоямыз. Осы қалыпта 90 градус қалыпта отырған күйінде тасымалдауға болады.